Yerli var yıkın ahmak olacağı bir Selamünaleyküm. Hürmetli Limikiniz arzularım katlaşıcılar. Bizim Limikiniz programı 11 adımlarına göre, 19 adımlarına göre sizler 16 adam katlaşıp olduk. 7 adam siyasi alayım, bir adam biyolojisi alayım. Katlaşmaya bu boyunca kıvırım var. Meclis aşı boyunca. Meclis aşı boyunca kadar soralım. Aşağısında bir daha söz verelim. Bugün bu meclisin kum tertibinde bir mesele var. Meclis adından Osman Beylik Pilot'un üstünde yetkilmişti. Bu diğer Mustafa Kadirbayev'in 10 bölümden 17 kanaldan hizmet kanalının boyunca Cuma uçlarmalarında yumurta olması şiirlerinin yumurta insanlara mahşer vasıtalarında temada filologlar boyunca filosofiya doktora elimi derecesi alışmış olan Bekirken Korga var. Bu tertibinde bir tasarı var. Karşı bir taraf yok. Kudiyarıma doktorluk lise tatlısı Müslüman Birliklerin üstünde orlanan elmi başlıklarının doktoru Profesör Kadıklar İşlersin çiğliyoruz. Resmi yapanlar Taşkent İlyatra İnstitüsü Medisine İnstitüsü'nün Profesör Olabilir'in doktoru Kurambay ve Kurambay Karımbay'ın Karalban Manavir Üniversitesi Darçen Filologları boyunca filosofiya doktor Kurambay Hazırbaymış. Gidekşman Mahkeme Havai Memleket Üniversitesi. Yürüde disertantın demek Sovyet'e, Çin'e
Diyarbakır, Ruslan Kadıbay'ın 1987 жылы 14 майда Шымда районында туылған. Милет Қарағалпақ. 1999-2004 жылдары Әжез Атақан Осман Мемлекеттік педагогикалық институтының Қарағалпақ тілі әдебиеті мақалаларын тәмамдаған. 2022-2023 жылдары институттың магистратура бөлімінің Қарағалпақ тілі әдебиеті қағидатын тамамдаған. 2001-2006 жылдары Шымбай районы 17 санды ұлттық білім мектебінің Қарағалпақ тілі әдебиеті мұғалімі. 2006-2009 жылдары Бердібек атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанындағы 3-ші санды академиялық лицейде Қарақалпақ тілі әдебиеті пәнінің оқытушысы. 2009-2017 жылдары Әжез Атақан Осман мемлекеттік педагогикалық институтының диуанхана бөлімінің қызметкері. 2017-2020 жылдары Әжез Атақан Осман мемлекеттік педагогикалық институты 1-ші санды студенттер тұрар үйінің педагог тәрбиешісі. 2003 жылдан бастап бүгінгі күнге шейін Әжез Атақан Осман мемлекеттік педагогикалық институты Қарақалпақ педагогикасының ассистент оқытушы лауазымында жұмыс істеп келеді. Дiyarbakır Arslan Kadıbay'ın şahratı yetmedi var. Yollarının doktoru Kazaklar Üniversitesi'nin seyir öyküsünün önüne başlığında sayılı şarmalarında yolun oldukça şey verildi. Bölüm Polistan dramalı şarmalı misalında temasında elinde izletiyor жұмысын жазып келген. Диссертация темасы Өзбекстан Республикасы Министрлік Кабинеті жанындағы жоғары аттестация комиссиясы бюллетенінде 2024 жыл 2-ші санда жарияланды. Diyarbakır Arslan Kadıbay'ın филология бойынша философия докторы ilmi дәрежесін алу үшін ұсыныс еткен диссертациясы Әжез атындағы Осман мемлекеттік педагогикалық институты Қарақалпақ әдебиет кафедрасының ilmi семинар мәжілісінде 2026 жыл 5 январь 4 санды баяндамамен талқылаудан өткен һәм толық біткен жұмыстарында Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанындағы ilmi дәрежелер беруші ЕСИ 03-2025-27-12 Фин 04-06 санды ilmi кеңес қасындағы ilmi кеңестерге талқылау үшін ұсыныс етілген. Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанындағы ilmi дәрежелер беруші ilmi кеңес қасындағы 10-12 Қарақалпақ әдебиет қанегері бойынша ilmi семинар мәжілісінде талқылаудан өткен 2026 жыл 27 2-ші санды баяндама һәм ilmi кеңеске қорғау үшін ұсыныс етілген. Нұрсұлтан Дiyarbakır'ın филология бойынша философия докторы ilmi дәрежесін алу үшін ұсыныс етілген диссертациясы Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанындағы ilmi дәрежелер беруші ilmi кеңесте қорғау үшін қабыл етілген 2026 жыл 25 март 6 санды баяндама. Нұрсұлтан Diyarbakır'ın филология бойынша философия докторы ilmi дәрежесін алу үшін ұсыныс етілген ilmi дәрежесі бойынша жаңа 10 біліммен жарияланған, сонымен Өзбекстан Республикасы жоғары аттестация диссертациялардың тикарда ilmi нәтижелерін басқару үшін ұсыныс етілген журналдардың мақала, сондан 4 мақала республикалық журналдарда, 1 мақала шет журналында жарық көрген. Сонымен бірге іздеу нәтижелері 2 халықаралық һәм 3 республикалық ilmi конференцияларда талқылаудан өткізілген. Diyarbakır Arslan Kadıbay'ın шегерлері жоғары аттестация комиссиясының ilmi дәрежелері һәм ilmi атақтар беру тәртібі атындағы ереже талаптарына толық жауап береді. Диссертанттың оны баяннан ilmi кеңеске тапсырылған көшеттер атындағы мағлұматтар ұсынылады. Регуляторға сұрау бар ма? Мағлұмат отырмын. Енді диссертацияны қысқаша мазмұнымен таныстыру үшін сөз диссертантқа рахмет. Ассалаумағалейкум, кеңес бастығы ағзалары. Біздің диссертация жұмысымыздың темасы Сайлаубай Жұмағұлов шығармаларында юморлық образ жасау шеберлігі деп аталады. Жұмысымыз кірісу тикарлық 3 бағыт. Жұма һәм пайдаланған әдебиаттар діннен барады. Кірісу бөлімінде диссертацияның актуалдығы һәм зәрулігі, мәселенің үйрену дәрежесі, зерттеудің диссертация орындалған жоғары оқу орнының білім зерттеу ісі-әрекеттерімен байланыстылығы, зерттеудің мақсаты һәм вазифалары, объекті, предметі, ұсулары, ilmi жаңалығы көзделген. Жұмыстың бірінші бабы Қарақалпақ әдебиеттануында юмор зерттелінуі, теориялық сипаттамасы деп аталады. Бұл 3 бөлімге бөліп берілген. Бірінші бөлім юморлық суреттердің теориялық сипаттамасы деп аталған. Бұл бөлімде юмор түсінігі, лексикалық теориялық қағидалары, мәнісі мазмұны, поэтикалық өзгешелігі, жаһан һәм әдебиеттанушы Макар, Одесов, Чернышевский, Довлатов, Николай, Дубин, Бучева, қазақ әдебиетші ғалымдары Кожекеев, Мусаев, Байтұрсыновлар, өзбек әдебиеттануында Абдығафуров, Омыровлар,
Қарақалпақ ілімпаздар Нұрмұхамедов, Пахраддин тағы басқа әдебиеттанушы ғалымдардың іліми зерттеулерінде юмор мәселесі терең іліми жақтан үйреніліп умаластырылды һәм оларға мәселе білдірді. Юмор көркем әдебиетта һәм жәнежет тұрмыста инсан өмірі, социал қатынастар һәм характерлердің түрлі тарихлерін күлкі құралында көрсетуге қызмет ететін ахметті эстетикалық категориялардың бірі. Әрқандай әдеби шығармада юморлық суреттеулер арқылы haqiqiy тұрмыстағы кемшіліктер, inson tabiatına tän qarama-qarshi жағдайлар, keskin sınıf көзқарастан жеңіл күлкі, мүләйім ирония арқылы ашып беріледі. Осы жағынан юмор сатирадан farklı түрде ұнамсыз қаһармандарды бекарлаудан гөрі, оны реформалауға, оқушыны тұрмыстық ой пікірге шақыруға қаратылған көркемдік білдіру формасы сипатында көрінеді. Юмор түсінігі бойынша Сергеев, Макаров, Алексеев юмор түсінігін рәсми болмаған байланыстың бір бөлігі ретінде үйрену коммуникацияларын төмендегі анықтамақ ұсыныс етеді. Юмор бұл интеллектуалдық қабілет болып, оның жәрдемінде күнделікті жағдайларды ғайры табиғи көзқараспен көру, атырақтағы, дүниядағы күлкілі қарама-қарсылықтар деп жүреді. Қарақалпақ әдебиеттануында юмор һәм сатиралық шығармаларды зерттеген ілімпаз Пахраддинов өмірбек уақытының анекдотларын талқылай отырып төмендегіше пікір білдіреді. Юмор өмірбек тілінде айрым адамдардың, әсіресе өзі жасаған замандағы бейпара байлардың типіндегі таршылықты, шығымсыздықты күлкіге алады. Сол арқылы күлкі жәнібектегі айрым адамдардың характеріндегі кемшіліктерді ашқара етеді. Бірінші баптың фольклорлық юмордың жазба әдебиеттағы стилизациясы деп аталған екінші бөлімінде халық ауызекі дөретушілігінде юмордың жазба әдебиетқа стилизациялануы, іліми теориялық пікірлер арқылы талқыға алынған. Фольклор әдебиетқа түрлі жолдармен кіреді. Халық қосылары, нақыл-мақалдар қалай болса солай сол түрінде әдеби шығармаларды араласып жүреді. Жазушы һәм шайырлар фольклорлық шығармалардан конкрет көрінісінде пайдаланбай, олардың көркемдік тенденциясын, методын, стилін, сезілмейтін дәрежеде көркем шығармаға кіріктіруі мүмкін. Зерттеуші Матмұратова тарихсыздық дәуір Қарақалпақ драматургиясының теориялық қасиеттерін, сол тикарда ертек, халық қосқылар һәм басқа фольклор жанрлары Қарақалпақ комедияларының көркемдік тарихының рауыждануына жоғары дәрежеде тәсір көрсететінін айта келіп, комедия жанрының пайда болуына ықпал болған фольклор жанрының тәсірін бірнеше бағдарға бөліп қарайды. Фольклор менен әдебиеттің заман талабына лайық байланысы қаншалықты жоғары болса, соншама сәтті болса, көркем шығармалардың идеялық құны, көркемдік дәрежесі де соншама бағалы болатындығы анық. Жұмағұлов шығармалары көркемдік жақтан жоғары дәрежеде жазылғанымен халқымыз кеуінен бекіткен орын иелеген. Оларда әрқилы көркем суреттеу құралдары, фольклорлық образдар, фольклорлық мотивтер, көшпелі образдар шебер пайдаланылған. Жұмағұлов өз шығармаларында фольклорлық образ есептелінген өмірбек образын еледе толықтырады һәм жеткізеді. Жазушы өмірбек образын еледе тереңірек ашып беру мақсатында бұрынғы газета журнал беттерінде жарияланған қысқа журнал сөздерін, юморларын өмірбек уақытының астына байланыстырып қайта істеп шыққан. Автор өмірбек уақытына бала уақытымен есейген уақытындағы қызықты оқиғаларын күлдіргі сөз сипатында алып қараған. Соңғы уақытта көркем әдебиетте тұрмыстағы жауыздыққа қарсы идея көтерілмекте. Жұмағұлов та осы идеялық ағымға үлес қосып, адамдар қалай бұзылған атлы ертек комедиясын жазды. Жұмағұлов адамдар қалай бұзылған шығармасында антропоморфистік һәм зооморфистік қаһармандар әрекеті арқылы бүгінгі күніміздің кейбір қарама-қарсылықтарын берген. Бұл шығарманың темасы, ал идеясы Сулайман Паша тастап кеткен дәнді жоқ болып, адамдар арасында жақсы дәннің тұқымын себелеу. Драмада персонаждардың сөйлеуіне іс-әрекетінің бірлігі басты орында тұрады. Басқа жанрлармен салыстырғанда драмада уақытты шиеленіскендігі һәм кескілермен ажырап тұрады. Автор шығармасында фольклорлық әдебиеттағы күлкіні жазба әдебиетқа стилизация етіп берген. Бірінші баптың Қарақалпақ әдебиеттануында юморды іздену деп аталған үшінші бөлімінде Қарақалпақ әдебиеттану ілімінде юморды іздену хақында теориялық түсініктер берілген. Ілімпаз Пахраддинов Қарақалпақ сатирасы ілімінде 19 ғасырда Қарақалпақ юмор сатирасын, яғни Қарақалпақ юмор сатирасының түрлерін зерттеп, юмор сатира әр уақытта белгілі бір нәрсені, мейлі адамды ма, затты ма, дәртті ме, ашқаралаушы әдебиеттің бір түрі деп атап көрсетеді.
классик әдебиет уәкілдерінің суретпелерінің салында зерттейді. Сондай-ақ ілімпаз Қарақалпақ қазақ әдебиетындағы юмор һәм сатираның қасиетті үлгілерін 19 ғасыр классиктерінің шығармалары арқылы көрсетуменен бірlikte 19 ғасыр ақыры, 20 ғасыр басындағы Қарақалпақ әдебиетында юмор һәм сатираның рауажлану бағдарларын Өтеш, Омар, Аннақұл, Сарыбай Шайхан тағысы шығармаларында қызметі үлкен екенлігін іліми теориялық тикарда дәлелдейді. 20 ғасырдың 80-ші жылдарында Қарақалпақ әдебиетында юмор һәм сатиралық шығармалар өретуде өз соқпағына ие болған жазушылар Нызан һәм Жұмағұловтардың юмор сатиралық шығармалар өретудегі шеберлігін, өзіншелік стилін жоғары бағалаған ілімпаз Жанұзақ Есенов бұл жас жазушыларымыздың екі кітабы жанрлық жақтан да, идея тематикалық жақтан да бір-біріне ұштас һәм жақын, бірақ олар тұрмыстық құбылыстарға қатынасында да идеяны образдар арқылы шешіп беруінде де өзіншелігі бар. Екеуі де тұрмысында бұрын алып келатырған тәмелпаздылықты, жұмыс орнын өз мәтініне пайдаланушылықты, жағатайлықты, замандастарымыздың мінез-құлқында ұшырасып қалатұғын гуманшылық, өзекшілік, пысықмарлық, ямасы сүтқорлық сияқты ұнамсыз құбылыстарды нышанаға алады, критикалайды, олардың ұқсастығы ұсынады барады. Ал бұл жас авторлардың айырмашылығы сол, Нызан позициясы анық. Ол жоғарыдағы құбылыстарға конкрет батыл түрде қатынас жасай отырып, бұларды өткір сарказмменен ащы күлкіге алады. Жұмағұлов ұнамсыз құбылыстарды жеңіл әзілменен юморлық ұсқынменен ашып бермекші болады. Бірақ көпшілік жағдайда автордың идеялық позициясының анықтылығына кесентілердің конфликттер һәм деталлардың жасалмаулығы, сенімсіздігі жиі сезіледі деп көрсетіп өткен еді. Зерттеу жұмысының екі дауы Жұмағұлов прозасында юморлық образлардың жаратылуы деп аталады. Екінші баптың жазушы прозасында юморлық портреттің жасалу өзгешелігі деп аталған бірінші бөлімде Жұмағұловтың шығармаларында юморлық образлар жаратуда қаһарман портреттің жасалуы портреттеме талқыланған. Жазушы Сайлаубай Жұмағұлов өзінің юморлық бөлімдерінде портретті шебер жасаған. Оның суретшілігінде юморлық портрет салмақты орын иелейді. Қассап атты юморлық бөлімінде Бегамовтың сыртқы көрінісін юморлық тұсында суреттеліп бергенін көреміз. Мысалы, Әлекең тордың ішіндегі Бегамовты көріп қорқып кетті. Домаланған бір қар бәле екен, аузының үлкейлігінің өзі кішігірім бір бешік ұрадай бар екен. Мойны мен денесі тұтасып кетіпті. Егердегінің қай тұста екен бір құдайдың өзі білмесе, бұл оны 3 күн іздесе де таба алмады. Оның бүйі де жазылып кеткеніне шүкір етті. Бұл мысалда Әлеке Қассап хайуанаттар бағында Бегамовтан қорқып кету ақыретінде кеселеніп қалды. Әлбетте, әрбір инсан бірінші мәртебе көріп отырған нәрсесін өзінің кәсіпкеріне байланысты көргісі келеді. Әлекеңнің көзі бірден хайуанның егердегі іздеуін, жазушы оның кәсібі қассап екендігіне ишара қылады. Бегамовтың сыртқы көрінісін суреттеу арқылы жазушы Әлеке Қассаптың ішкі кешірмелерін сызып беріп тұрғандай сезіледі. Сонымен бірге Бегамовты юморлық портретте суреттеп қанын көруімізге болады. Демек, бұл жерде жазушы хайуанның портретін сурет арқылы қаһарманның рухи дүниесін ашып беруге еріскен. Портреттер бір-бірін тәкрарламауы, өзінің айрықша белгілерімен ажыралып тұруы лазым. Екінші баптың юморлық характер жаратуда жазушы шеберлігі деп аталған екінші бөлімде Сайлау Жұмағұловтың прозалық шығармаларында юморлық характердің жаратылуы талқыланған. Сайлаубай Жұмағұловтың сырында, шынында атылы топланына кірген Бердан бойдақ көрінген бас қаһарман Бердан болып, ол жасы 33-ге барып қалса да, еле бойдақлығы хақында айтылады. Берданның характері автордың өзі баялап береді. Мысалы, ол бала күнінен-ақ кішіпейіл болып өсті, осы уақытқа дейін өздігінен бір қымыз қамырын, я нан қоректі өлтіріп көрген жан емес, тек өткен 5 жылда ғана бір көбелекті болуына қалды. Оған да бұл айтылы емес еді дейді. Үйінің алдындағы спорындыларды өлтіріп атыр еді, маңайы қарап отқа өзі келіп тұр. Бұл мысалда Берданның ешкімге зияны тимейтін инсан сипатында характері ашылады. Көбелектің өліміне себепші болды деп суреттеуі юморлық ұсуда суреттеліп берілген. Сайлаубай Жұмағұловтың прозалық шығармаларымен қатар драмалық шығармаларында да қаһарман характерін ашу жағдайлар көзге тасталынады. 40 жылдан соңғы бір күн атты, бір актылы, 3 картиналық драмалық шығарма мазмұнында әрбір инсанды өзінің ватанын сүюге, оның үшін жанын піда етуге таяр образдың характері ашылады. Агр, Кәкімияз, Оразбай образларын қатар қойып суреттеу
Кахарман характерин терең ашып берүүгө, сүрөттөө аркылуу кахарман характерин тереңден ашып берүүгө киришкен. Оралбай образы аркылуу өз ватанына деген сүйүспенчилиги, руханий экендиги, инсан экендиги, буга зыян жеткизген адамдардан жеркене тууганга ашыктан ашык сүрөтленсе, Акминияз усаган мисалдардын нагыз паракор, жалатай адам аттеги өз ватанын сатуудан да кайтпай турган инсан сыпатында сүрөтленгени айтылады. Экинчи баптын жазуучу көргөнлөрдө ар хил касиптеги адамдардын юморлук образы аталган 3-бөлүмдө жазуучунун ар хил касып адамдарынын юморлук образын жаратууда шеберлиги талкууга тартылган. Каралпак адебиятында белгилүү орун ээлеген Жумабуловдун юморлук көргөнлөрү ар хил касиптеги инсандардын образын жазуучу тарихинин шеберликпен сүрөтленген. Жазуучунун камкорлук, дизим, менин аялым жазуучу, монтёрдун монологу, орун, карыз көргөнлөрдө ар хил касиптеги инсандардын келбети, басылык, инженер, монтёр, жазуучу кантагы башка образдар юморлук сыпатта көркөм сүрөттөлгөн. Бул образдар жазуучу көргөнлөрдө ар хил касиптеги инсандарды жеңил түрдө астына алганы менен жамиятте ушундай инсандардын бар экендиги ашык акыйкаттык. Экинчи баптын жазуучу прозасында юморлук образдын биринчи бетте жаратылуу деп аталган 4-бөлүмдө жазуучу көргөнлөрдө вакыялардын ашылуунда сүрөттөөдүн өзүнө тан усулдары талга алынган. Жазуучу шығармасында өзінің айтажақ болған пікірлерін ар хил усулдар менен жеткирип берүүгө аракет этеди. Автор шығармасын өз сөзү менен эмес, ал катнашуучу персонаждар бири-бири менен совети, диалоглар, монологлар, сондай эле ар түрдүү психологиялык жагдайлардын кеңири кечирмелери толгансыгын берүү аркылуу айтылуу мүмкүн. Сондай эле вакыянын ашууда каарман образын сүрөттөөдө пейзаж, портреттен пайдалануу аркылуу жеткирип берүү жазуучунун шеберлигине дерек береді. Жумабуловдун Ормаса сайлоо бөлүмүндө азадан сайланган совхоз директору юморлук образ Кайтберген Кудайбергеновдун монолог тарихинен төмендегиче сүрөтленет. Башкаларын коя туруп, калай болмасын ушул үшөөнүн ишинен бирөөнүн өзүнө орунбасарга сайлап алуум керек. Совхоз жана мисал бирден көздөрүңүздү сайлап кылсам болмайды. Тагы бир аягына шалатын бир кырсык я үжет бирөө маңайыма тап бола кетүү мүмкүн. Оларды кайтып сынасам экен бала. Бул катарларда директордун ички монологу аркылуу онун өзүнө тан сыпаттары, яғни кахармандын кеңири кечирмелери, психологиялык жагдайы, ой толгансары тереңден ашып берилген. Диссертациянын 3-бабы Жумабуловдун юморлук прозасында көркөмдүк изденистер деп аталады. 3-баптын жазуучу повесттеринде сюжет көркөмдүк деп аталган 1-бөлүмдө жазуучунун прозалык шығармаларында сюжет көркөмдүгү кең түрдө талкууга алынган. Жазуучу кахармандардын образын жаратуу үчүн сюжеттен пайдаланат. Жумабуловдун балалыгынын бир элес повестинде сюжеттин кең көлөмдүгү, сюжеттик багдардын көп катламдуулугу, кахармандардын минез кулкун тереңден ашууга сүрөтленип атырган дәврдү кеңинен алып сәүлөлөндүрүп жасалады. Автор повестинде экинчи жер жүзүлүк уруш жылдарында машакаттуу балалык сүрөттөп аркылуу патриотизм, гуманизм сезимдерин ашып береді. Повести конфликттің ең шиеленіскен түрлерін ұшыратамыз, яғни социал конфликт, психологиялық конфликт, интим конфликттер шығармада шеберлік қолданылған. Шығарма давамында сюжет арқылы қаһармандардың характері ашылады. Мұнда юморлық суреттеулер қолайлы болғанын көруімізге болады. 3-ші баптың жазушы прозасында көркемдеу құралдарының қолданылуы деп аталған 3-ші бөлімде көркем суреттеу құралдарын қолдану арқылы жазушының шығармалары мазмұнының көркем баяндалуы талқыланған. Жумабулов шығармаларында ирония, сарказм, гротеск сияқты суреттеу құралдары өнімді қолданылған көрініске болады. Себебі бұл суреттеу құралдары безеу үшін емес, бәлкім мазмұнды анықтап өткір етіп жеткізіп беру үшін қолданылған. Ирония астарлы күлкінің жүзеге шығарушы көркем ұсыл болып қалмастан үлкен бір социалдық мазмұнды баяндауы мүмкін. Оның көркем ұсылдағы қызмет сонына барады, пікір тұрпайы қопал түрде емес, ал бір қанша тегіс жылы сөздермен баянланады. Мысалы, алдыға және келіп қалдық, сіздегі бұрынғы күйеу балама және бір қамқорлық етейін деп келдім. Бұл қамқорлық көрінумен алынған мысалда қайын атасы күйеу баласына қамқорлық етіп артығандай көрінеді. Қызы менен ажырасып кеткен болса да, бірақ күйеу баласының лауазымын асыру үшін желіп жүрген қайын ата образын көреміз. Бірақ бұл қамқорлықтың астында жеке мәп жатырғанын көруімізге болады. Сарказмлық суреттеу ұсылы жазушының зізім, газетаға шықты деп аталған көрінімдерінде балалығынан бір елес атылу пестінде гротеск ұсылы, монтёрдың монологы, командировка көрінімдерінде шеберлікпен пайдаланылған.
Жазушы прозасында теңеулер деп бөлімі қолданылады. Оның түсінік қатарлы бөлімі мазмұн тереңдігін күшейту үшін теңеулерден бөлімді пайдаланылған. Бұл теңеулер прозада бұрын ұшыраспаған басқа жазушылар үйретушілігінде кездеспейді. Жазушының жеке стиліне тән тілдік бірліктер болып саналады. Біз жұмақ бөлімінде 10 пункттен ғана жұмаққа бөліміз дегенбіз. Қатынас үшін. Рахмет. Диссертацияның қысқаша мазмұны менен пикаралармен таныстырып, рахмат кімде қандай сұрау болса, беріңізге болады. Siz sayın orduma prozanın çıkarmalar boyunca arkadan zeytin жұмыстар болды ма? Бірінші. Екінші мәселе, sayın orduma prozasында қағанның образдар, сатиралық юмор қағанның образдар қалай тұрған көрінді құрамның тәсірі болды ма? Бұл сұрақ біліп біздің төсеміз. Soran şu, Ahmet Selaway Cumhurbaşkanı hakkında turalı bunun anlamı türde kalıplara giderinde anlamı türde sektörümüzde alıp alınmayan енді Selaway Cumhurbaşkanı portretlerden mesela tam sonuna birge kahramanların karakterini taşıda onun özüne tän olan başka жазушылардың айрылған жеке стильдік шеберлігін көргіміз келеді. Рахмат жаңа сұрағыңызға. Рахмат. Юморлық шығармаларын үйренгенсіз Selaway Cumhurbaşkanı енді сатиралық шығармалар да бар ма? Юмор мен сатираның айырмашылығы бар ма? Бірінші сұрау. Екінші, шығармасында, мысалы сол бесінде ажарам үйренді боламай шығармасында көрінді. Сатиралық образ бен юморлық образ араласып қалған жерлер бар ма? Рахмет. Selaway Cumhurbaşkanı Avrupa Edebiyatında юморлармен бірге сатира сұлуларынан да кеңінен пайдаланады. Мәселен, оның біздің монтёрдың монологы бөлімдерінде тек қана юморлық сұлудан емес, ал сатиралық сұлудан кеңінен пайдаланған көрініске болады. Бұнан басқа да повесттерінде де, мәселен, һәм юморды, һәм сатираны екеуін теңдей параллель суреттелген көрініске болады. Selaway Cumhurbaşkanı to'g'ri chiqarib o'zgarishlarga ya'ni pastda yurishlar Мәселен, 80-ші жылдарда шыққан Мұратбайзан, Оразбай Абдрахмановлармен біргелікте сол мәселен һәм юморда һәм сатирада өзінің сол халықаралық әдебиетінде белгілі құнына ие болды. Бірақ дегенмен де Selaway Cumhurbaşkanының өзінің жеке өз алдына соқпағы пайда болды. Себебі бұл жәмиетіміздегі социалдық мәселелерді көбінесе сатиралық, яғни сарказм мәселе жоқ бір ашық емес. Мәселе ол сол мүләйім, жеңіл арқаусы ирония суында көбірек, юморлық суда өзінің шығармаларында көбірек сәулеленеді. Және, рахмат. Бола ма? Енді уақыттың хәйітлеген низам бойынша үміт басшысы сөйлесе болады, мархамат. Cazibeti bölgende onu çekecek falan. Yaxşı, rəhmət. Yəni, жетекші ümumi humağı, həmçətin zamanlarının düşen problemini tanışmıştır. Her bir yapar. Yazatında Noksuna getirdik. Pedagog Mustafa Karavga bir terbiyesin yürütmesi olmuştu. Diğer varsılan kadrolarından Selaway Cumhurbaşkanlarında Yumurluk obraz yaratım şiirleri temasında Von Nerler Monika Karabanda bir tanıyordum. Filologiyada konuşuyorsun doktor öğrenimler için sağlamışım. Sunut edilen disertasyasını Jitekşi Medeniz Fakültesi veriyorum. Navai Medeniz Üniversitesi tarafından Mahmut Mak veriyor. 2026 yıl 8 May 15 İstanbul Meydanı. Sonunda evleri aydın kıram sunuslarda bildirildi. Birinci hafta yumruk sadeden bu şekilde kendine payı getirmek gerek. Bu olsa baktım öyle bir bağlarım şeyleri açık vereyim olarak.
Екіншіден, берілген теориялық пікірлерді мысалдармен дәлелдеп келтірілсе, жақсы болар еді деп білдіреді. Бірақ бұл берілген пікір ұсыныстар диссертация алуына тәсір етпейді. Диссертация жұмысының елеулі жетістігіне қызмет етеді деген маңызды пікірлер білдірілген. Жетекші мәкеме жұмағында жұмыстар мен кеңеске қорғау үшін ұсыныс берілген. Филология пәндері бойынша философия докторы дәрежесін алуға мүмкіндік көрсетілген. Сондай-ақ Рысқұлхан Күдерованың диссертациясы авторы арасында ilmiy materiallar hamxonligidan shunday fikrga tushgan. Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti жанындағы Milliy Ilmiy Akademiyasi Shingiz Aytmatov атындағы әдебиет институты Манас xalqaro ағылық поэзиясы бөлімінің бастығы, филологиядан доктор профессор Бекеш Көлбаевадан, Дулат атындағы Қазақ университеті филология гуманитарлық факультеті, журналистика филология кафедрасының профессоры, филологияның докторы Тубаровтан, Дулатия атындағы Қазақ университеті филология гуманитарлық факультеті, журналистика филология кафедрасының доценті, филология кандидаты Мұқашевтан, Өзбекстан Республикасы Өнер Академиясы, өзбек тілі, әдебиеті һәм халықаралық институты, әдебиет теориясы мен әдеби байланыстар бөлімінің бастығы, филология ғылымдарының докторы профессор Бахижан Тоқлиевтен, Әлібек Мұратов Ташкент мемлекеттік өзбек тілі әдебиеті университетінің профессоры, филологияның докторы Нұрбай Жапаровтан, Әнжан мемлекеттік университетінің профессоры, филологияның докторы Рахматхан, Гүлстан мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры, филологияның докторы Насруллаевтан, Наманган мемлекеттік университеті, өзбек әдебиеттану кафедрасының доценті, филология кандидаты Сулаймановтан, Үргенч мемлекеттік университетінің профессор вазифасын атқарушы, филология бойынша философия докторы Хадживадан, Ердал атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті, Қарақалпақ әдебиет кафедрасының доценті, филология бойынша философия докторы Оразымбетовадан, Өзбекстан мемлекеттік көркемдік мәдениет институты, Мелс филиалы Қосқан бойын кафедрасының доценті вазифасын атқарушы, филология бойынша философия докторы Ұзақ Өтепбергеновадан, Өзбекстан Республикасы Өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі, Қарақалпақ гуманитарлық әдебиет институты, филология бойынша философия докторы Авалдан Бекбергеновадан білдірген түскен. Диссертация авторларға келген айрым пікірлерді ұсыныстар берілген, олардан филология бойынша философия докторы Ұзақ Өтепбергеновадан келген пікірде, айрым теориялық пікірлер тағайындалған, цитаталар базы орындарда артықша ұзын берілген. Бұл автордың позициясын әзірлеп көрсетеді. Екіншіден, теориялық терминдердің айырымдарына система керек. Доцент Оразымбетовадан келген пікірде, жұмыста көбірек жазушының прозалық шығармалары зерттеу объективі алынған, юморлық образ, характер жазу шеберлігі, һәм сюжет, композиция поэтикасында драмалық шеберлікті зерттеуге тартқандар Рысқұлхан Күдерованың авторлық мазмұнына білдірген ұсыныстар Енді осы келесі мәтінменің һәм айрым жеке ресімдердің білдірілген пікірлеріне жауап беру үшін рахмет. Жетекші мәтінмен Науаи мемлекеттік университетінің диссертация жұмысына берілген ұнамы жұмақан мақалы ілімі бір ұсыныстар үшін minnettarchilik білдіреміз. Бірінші ұсыныс бойынша жауап. Жетекші мәтінмен бірінші сұрақта юмор мен сатираның өзгешеліктері кеңірек пайдаланылуы керектігін атап өтеді. Диссертацияда юмор мен сатира айырмашылықтары теориялық жақтан қысқаша түсіндіріліп көрсетілген болса да, зерттеудің басты мақсаты жұмағұлов шығармаларындағы юмор образдарының поэтикасын ашып беру болғандықтан, бұл мәселе арнаулы теориялық талдау дәрежесінде кеңейтілмеді. Соған қарамастан, юмор мен сатираның эстетикалық һәм поэтикалық өзгешеліктерін кеңірек салыстырмалы түрде ашып беру баптың теориялық салмағын арттырады. Бұл ұсыныс кейінгі монографиялық жұмыста есепке алынады. Екінші, ұсыныс бойынша берілген теориялық пікірлерді мысалдармен және де көп дәлелдеп беру арқылы хақындағы ұсыныс орынды деп есептейміз. Диссертацияда теориялық жұмақ лексикасына жұмағұлов шығармаларын мысалында ашып берілген болса да, айрым орындарда теориялық пікірлердің қысқаша түрде келтірілгені байқалады. Бұл жағдай жұмыс көлемін шектеу талабына келіп шыққан. Соған қарамастан мысалдар көлемін кеңейту, немесе салыстырма талауларды күшейту жұмыстың ілімі сенімін арттырғаны анық. Авторитетқа келген пікірлер бойынша филология ілімдері бойынша философия докторы Ұзақ Өтепбергенованың пікірі бойынша
Şu ayrim teoriyалық түсініктердің қайталануы, зерттеу логикасын сақталған ayrim жұмбақтарды беттемеу мақсатында қолданылған еді. Бірақ ayrim жерлерде бұл қайталанулар артықша сезілуі мүмкін. Сондай-ақ цитатлардың кеңірек келтірілуі, теориялық тикарларды толық көрсетіп беру мақсатында әмелге асырылған. Соған қарамастан авторлық анализ бен цитаталар арасындағы тең салмақты сақлау іліми стиль талабының бірі екенін мойындаймыз. Кейінгі монографиялық жұмыстарымызда цитаталар сатылып, авторлық жұмбақтар күшейтіледі. Екінші жауап, диссертацияда қолданылған теориялық терминдер зерттеудің мазмұны һәм мақсатына сәйкес түрде системалық пайдаланылған. Атап айтқанда, юмор, сатира, ирония, гротеск, юморлық образ, характер, портрет, сюжет, композиция сияқты терминдер әдебиеттану ілімінде орнаған теориялық түсініктерге сүйенген жағдайда танылды. Олардың мазмұны айрым бап һәм бөлімдерде талқылау объектінің өзіне қарап ашып берілген. Сондай-ақ диссертацияда таза теориялық характердегі жұмыс емес, ал көркем шығармалар поэзиясын талдауға бағдарланған іліми зерттеу болғаны себепті терминдерді абсолют классификациялық система түрінде емес, функционал қолдану принциптерінде пайдалану мақсатпен деп табылды. Біздіңше терминдерді контекстке қарай функционал қолдануы зерттеудің әмели аналитикалық бағдарын күшейту һәм бұл жағдай ілім системасын бұзуға емес, ал зерттеу методикасын өзіне тән өзгешелігін көрсетеді деп есептейміз. Филология ілімдері бойынша философия докторы Маржангүл Оразымбетованың пікіріне жауабым. Диссертацияда Жұмағұловтың прозалық шығармалары тек зерттеу объекті етіп алынған дұрыс. Себебі юморлық образ жарату шеберлігі, характер ашу, сюжет һәм композиция мәселелері жазушы прозасында және де айқын көрінеді деп есепталған. Драмалық шығармаларда зерттеуге тартылған, бірақ олар тек қосымша материал сипатында қаралған. Біздіңше диссертацияның көлемі һәм қойылған мақсатқа байланысты барлық драмалық шығармаларды тең дәрежеде терең талдау мүмкін болмады. Соған қарамастан Аппаниннің бұл ұсынып ілмей жатқан типарлы болып, кейінгі монографиялық жұмысымызда Жұмағұлов драматургиясындағы поэтикасын арнаулы зерттеуге жол ашылады деп есептейміз. Кейінгі жұмыста көйлек жазушының прозалық шығармаларды зерттеу объекті етіп алынған юморлық образ, характер жарату шеберлігі һәм сюжет композиция поэтикасында драма шығармаларында зерттеуге тартқан уақыт болады. Так, hürmetli yürüyen sabahı devam edelim, devam edelim. Yedi resmi yapılan öğretmenimiz söz, disertasyon, birinci resmi yapılan Cumhuriyet'in doktoru Karasık London Karımbayı'nın Karımbayı'nın anlatma. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ilmiy kengash a'zolari. Men tomog'im og'riganligi tufayli ovozim sal o'zgargan. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Va dissertantning ilmiy tadqiqot ishi yuzasidan yozgan taqrizimni o'qib beraman. Diyar va Rislihan Qidirbayevlarning Saylovoy Jumag'ulov asarlarida yumoristik obraz yaratish mahorati mavzusidagi dissertatsiyasiga taqriz. Ma'lumki, badiiy asarlarda yumoristik obrazlar orqali ijtimoiy voqelikni badiiy talqin qilish, insonga xos bo'lgan salbiy xususiyatlarni tanqidiy, tahliliy talqin qilish masalalari hozirgi adabiy jarayonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi dissertatsiya mavzusi nihoyatda dolzarb va ahamiyatli deb o'ylayman. Jumag'ulov asarlarida yumoristik obraz yaratish mahoratiga bag'ishlangan mazkur dissertatsiya tuzilishiga ko'ra kirish va xulosa qismidan tashqari 10 faslni qamrab olgan asosiy 3 ta bobdan iborat. Tadqiqotning kirish qismi talab darajasida yozilgan, dolzarbligi asoslangan, maqsad va vazifalari tanlangan obyekt bo'yicha asoslangan. Dissertatsiyaning birinchi bobi Qoraqalpoq adabiyotshunosligida yumor tadqiqi va nazariy talqinlari deb nomlanib, u 3 fasldan iborat. Bobning yumoristik tasvirning nazariy tasnifiga bag'ishlangan birinchi faslida yumor adabiyotshunoslik ilmida hajviy tasvir masalasi, obraz yaratish, xarakterni tipiklashtirish, kulguning tabiati va uning estetik vazifalari bilan chambarchas bog'liq ekanligi tadqiq qilingan. Yumor o'zi nima? Yumoristik tasvir usuli qanday bo'ladi degan savolga javob berish maqsadida olimlardan Sergeyev, Chernishevskiy, Musayev, Davlatov, Nikolayev,
Baytursunovlarning ilmiy asarlaridagi nazariy ma'lumotlar o'rganilgan. Bugungi istiqlol davrida yumor so'zi jadal rivojlanmoqda. Ilgari anekdot orqali yumoristik tasvir uchraydigan bo'lsa, hozir yumor ma'nosi kengayib, hazil videolar, jumladan hazil konsertlar ham qo'yiladigan bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari ayni jadal rivojlangan zamonda yumor desa faqat shu mazmundagi asarlarni tushunibgina qolmasdan, yumorni tushunchasini kengayganligini ham ko'rsatadi. Folklorga xos yumor va yozma adabiyot stilizatsiyasi deb nomlangan bobning 2-faslida asarning badiiyligi har qanday davr va turli sharoitlarda uzluksiz o'zgarishlarga uchrab, yangilanib turmasa, uning shartliligi buzilishi aytilgan. Shu bois ijodkorlar o'z niyatini, ko'z qarashini, fikrlarini yetkazib berishda bir-biriga o'xshamagan yangi badiiy shakllarni izlagan degan fikrga oydinlik kiritish maqsadida tadqiqotchi Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodi namunalarining tarixiy yo'llari davomida badiiyatdagi aksini ham ko'rsatgan. Folklor bilan adabiyotning aloqasi, ularning bir-biriga ta'siri har xil yo'llar bilan amalga oshishini isbotlagan. Biletning yarmi kimda nomli kitobdagi folklor obraz hisoblangan O'mirbek Laqqining tarixda mavjud shaxs bo'lganligini olimlar Maqsetov, Kamolov va Mambetnazarovlar nashriga tayyorlagan Qoraqalpoq xalq afsonalari va anekdotlari nomli kitobdagi ishonchli manbalar orqali isbotlagan. Hazillar orasida O'mirbek Laqqining qassob bilan bog'liq hangomasini folklor namunasi bilan qiyoslab o'z fikrini bildirgan. Sayloboy Jumag'ulovning Odamlar qanday buzilgan ertak komediyasidagi Sulaymon podsho, uning bosh vaziri, birinchi maslahatchisi, ikkinchi maslahatchisi, Mastan kampir, Shishxonbeki, Tulkibeki kabi obrazlardan o'z maqsadini, ya'ni asar g'oyasini ochish uchun foydalangan. Bu asarda dramaturg folklor adabiyotidagi kulguni yozma adabiyotga stilizatsiya qilib, adabiy janrlarni yanada boyitgan, deydi dissertant. Jumag'ulov asarlarida obrazlarning tashqi qiyofasi va ichki dunyosi, xulq-atvorni yoritishda tasvir usullari, jumladan folklor tasvir usullaridan keng foydalanganligini ko'rsatgan. Qoraqalpoq adabiyotshunosligida yumor tadqiqi deb nomlangan bobning 3-faslida Qoraqalpoq adabiyotshunosligi ilmida yumor masalasi hanuzgacha yetarlicha qiyosan o'rganilmaganligi ilmiy muammolardan biri ekanligiga urg'u qilingan. Xalq og'zaki ijodining deyarli barcha janrlarida yumor elementlari uchraydi. Yozma adabiyotda esa yumor ko'pincha obraz xarakterini ochish, ijtimoiy illatlarni oshkoralash, adolatsizlik va tengsizlikka munosabat bildirish quroli sifatida xizmat qiladi. Qoraqalpoq adabiyotida yumor va satirani maxsus o'rgangan olim Faxraddinovning O'mirbek Laqqi va yumor satira masalasiga nomli monografiyasiga murojaat qilingan. Nasrda dastlabki yumor satirik asarlar yozuvchi va olim Aymbetovning turkumlarida ko'rina boshlagan. Adabiyot va folklor tadqiqotlarida Kamolov, Sharimbetov, Allambergenov, Yesenov, Birjanov, Bekbergen va kabi olimlarning satirik yozuvchilar asarlari yuzasidan bildirgan ilmiy fikrlariga tayanilgan. Birinchi bob bo'yicha 3 punktdan iborat xulosa keltirilgan. Ikkinchi bob Sayloboy Jumag'ulov nasrda yumoristik obrazlarning yaratilishi deb nomlanib, uning 1-fasli yozuvchi nasrda yumoristik portretlar yaratishning o'ziga xosligiga bag'ishlangan. Jumag'ulovning Qassob, Komandirovka yumoristik hikoyalaridagi, shuningdek Ajag'am uylendi povestidagi portret tasvirlari tadqiq qilingan. Qiz bilan tanishuv hikoyasida qiz portretining badiiy detallar orqali ifodalangani o'rganilgan. So'rani nega siylayman hikoyasida qahramonlarning portretini yaratishda yumoristik tasvirlar tabiiy chiqqan. Personajlar xarakteridagi kamchiliklar ularning portretlari orqali berilgan. O'rinbosar saylash hikoyasida yozuvchi yumoristik portretlarni mahorat bilan qo'llaganligini ikki obraz, ya'ni yaltoqchilikni bilmaydigan kishi hamda bosh buxgalter obrazlarini bir-biriga qiyoslab o'rgangan. Yozuvchining qahramonlar harakati orqali ularning ichki dunyosini ochish mahorati ham ko'rsatilgan. Bobning yumoristik xarakter yaratish mahorati deb nomlangan 2-faslida Sayloboy Jumag'ulovning Sirim ham shu, Chinim ham nomli to'plamidagi qator hikoyalar tadqiq obyekti bo'lgan. Berdan bo'ydoq hikoyasida jamiyatda uchrab turadigan shaxslar qalamga olingan. Yozuvchining Odam yomonlash ham oson emas hikoyasida ikki qahramon xarakterida kurashchanlik, qarama-qarshiliklarga qarshi tura oladigan botirlik ko'zga tashlanmaydi, deydi tadqiqotchi.
Do'ng'ir hikoyasida esa qahramon xarakteri bilan birga davr haqiqatini Palmbet obrazi orqali tasvirlaganligini ko'rsatgan. Dissertant umuman badiiy ijod sohasi uchun namuna va hikoyada xarakter yaratish uchun ma'lum bir qolip yo'qligini va bu yozuvchi mahorati hamda aniq maqsaddan kelib chiqishini aytgan. Shuningdek, bu faslda g'amxo'rlik, 40 yildan fasli adib hikoyalarda turli kasb egalari yumoristik obraz deb nomlanadi. Unda yozuvchining g'amxo'rlik, dizim, mening xayolim jazushi, montyorning monologi, urri, qaris hikoyalaridagi turli kasb egalari, xususan boshliq, muhandis, montyor, yozuvchi kabi obrazlar yumoristik talqin qilingan. Tadqiqotchi Jumaqulovning hikoyalari tahlilidan jamiyatdagi insonlar obrazi real yoritilgan degan xulosaga kelgan. Montyorning monologi hikoyasini yumoristik hikoya deb emas, balki uni satira deb baholasa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi. Hikoyani o'qiganda kishida hech qanday kulgu tug'dirmaydi, aksincha kishining g'ashini keltirishi ham mumkin degan fikrni bildirgan. Ikkinchi bobning yozuvchi nasrda yumoristik obrazning birinchi shaxsda ifodalanishi deya nomlangan 4-faslida yozuvchi asarlarida o'z fikrlarini ifodalashda turli usullardan foydalanganligi ko'rsatilgan. Muallif asarlarni o'z tilidan emas, balki ishtirokchi personajlarning o'zaro muloqoti, dialoglar yoki har xil psixologik holatlar, qalb kechinmalari ifodasi, monologlar orqali bergan. Ikkinchi bob oxirida 3 punktdan iborat tadqiqotchi xulosalari keltirilgan. Dissertatsiyaning 3-bobi Sayloboy Jumag'ulov yumoristik prozasida badiiy izlanishlar deb nomlangan. Uning 1-fasli yozuvchi povestlarda syujet badiiyati tahliliga bag'ishlangan. Jumag'ulovning Balolig'imdan bir yeles povesti syujetida qahramonlarning xulq-atvori, zamon va makonni aniq ifodalash tasviri bayon qilingan. Asarda konfliktning eng chigal turini uchratish mumkin. Unda Qoraqalpoq xalqining urush davrida boshdan kechirgan og'ir ahvoli, Jensbayning urush sababli otasidan ayrilishi, onasi esa farzandining bir marta bo'lsa ham otasini ko'rolmaganligidan nadomat chekishi tasvirlangan. Dissertant yozuvchi ba'zi o'rinlarda yumoristik tasvir imkoniyatlaridan mohirona foydalanganligini misollar bilan isbotlagan. 3-bobning 2-fasli yozuvchi nasrda kompozitsion izlanishlar deb nomlanadi. Metaforik o'xshatishlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tushunchalardan ham tashkil topishini tadqiqotchi Jumag'ulovning hajviy asarlari orqali namoyon etgan. Ajag'am uylendi povestining atamasidan akasi uylangani haqida so'z yuritiladi deb o'ylaydi kitobxon. Aslida esa bu yerda qalin mol haqida, ya'ni bitta oilaning qalin pul to'lash uchun qanchalar qiynalganligi aks etgan. Balolig'imdan bir yeles povestining asosiy g'oyasi Ikkinchi jahon urushi davri xalqimiz og'ir hayotini tasvirlashga bag'ishlanadi. Ya'ni unda diqqatga sazovor tomon shuki, Sayloboy Jumag'ulovning aksariyat asarlarida epigraflarning ishlatilishi ijodkorning o'ziga xos individual uslubidan darak beradi, deydi dissertant. Bobning 3-faslida yozuvchi prozasida badiiy tasvir vositalarining qo'llanishi masalasi tadqiq etilgan. Sayloboy Jumag'ulov ijodidagi jamiki hodisalar, voqelikka falsafiy muallif dizim, gazetaga chiqdi hikoyalari hamda Balolig'imdan bir yeles povestida sarkazm, montyorning monologi, komandirovka hikoyalarida esa grotesk tasvir usullaridan foydalangan. Umuman badiiy tasvir vositalari Sayloboy Jumag'ulov ijodi, xususan mahorat, yuksekliklar dalolat berishi ko'rsatilgan. Tadqiqot yakunida 10 punktdan iborat umumiy xulosalar keltirilgan. Ishni o'qish jarayonida ayrim taklif va mulohazalarimiz ham paydo bo'ldi va bu o'ylaymanki, bu mulohazalar tadqiqotchining keyingi ilmiy ishlarida yordam beradi. Birinchi, dissertatsiyada tahlil obyekti bo'lgan yozuvchining asarlariga nisbatan tadqiqotchining tanqidiy munosabati ko'zga tashlanmaydi. Vaholanki, har qanday badiiy mukammal asarda ham ma'lum bir kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Agar dissertant tanqidiy munosabat bildirsa, ishning ilmiy saviyasi yanada ortgan bo'lardi. Ikkinchi, dissertatsiyaning 3-bob 3-faslida 127-bet negadir
Agar maqsad qiyoslash bo'lsa, dissertatsiya nasriy asar tadqiqiga bag'ishlangani uchun Maxtumquli ijodiga murojaat qilish o'rniga boshqa yozuvchilar ijodidan misollar keltirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 3. Dissertatsiyaning ayrim bob va fasllarida 25, 27, 69 betlarida havola raqami qo'yilgan, lekin qo'sh tirnoqning ishlatilmaganligi tufayli bu fikr olimlarnikimi yoki tadqiqotchining o'z fikrimi bilish qiyin. 4. Dissertatsiya 2-bobining yumoristik portret tasviriga bag'ishlangan 1-fasli bilan xarakter yaratish haqidagi 2-faslni birlashtirib, yozuvchining yumoristik portret va xarakter yaratish mahorati deb nomlagani ma'qul edi. Chunki 1-faslda bor yo'g'i 8 bet ajratilgan, mutanosiblik yo'q. Biz yuqorida keltirgan kamchiliklar ishning umumiy ilmiy saviyasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Xulosam shuki, tadqiqotchi Kudiyarova Ruslan Kadirbayevnaning Sayloba Jumag'ulov asarlarida yumoristik obraz yaratish mahorati mavzusidagi dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasiga to'liq javob beradi. Dissertatsiya sifatida tadqiqotning mazmun mohiyati va asosiy ilmiy umumlashmalar o'z ifodasini topgan. Kudiyarovaning 10.00.12 Qoraqalpoq adabiyoti ixtisosligi bo'yicha taqdim etgan dissertatsiyasini to'liq tugallangan ilmiy tadqiqot ishi sifatida baholayman va muallifni filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Birazdan biroz qiynab qo'ydik sizni desonqqa baylansa. Siz so'rayman, yo'q. Endi birinchi rasmiyat bilan bildirgan fikrlardan biraz bildiramiz. Siz dissertatsiya marhamat. Bizim dissertatsiya okumuzda ham avtoritetini o'qishlar, baholı usunuz ham fikrlarini bildirgan asli opponentimiz, filologiya ilmining doktori, professor Gulamdan Quronboyeva o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma tomindagi she'rlarni bildirganmiz. Javob: dissertatsiyada zerikib obyekt bo'lgan yozuvchi Jumag'ul sharmalarini kritikалық nasibet yeterli darajada sezilmaydi. Atab o'tadi. Bu fikrga biroz xususan zerikishni tekrarlash maqsadida Jumag'ul sharmalarida yumorlik obraz yaratish she'rlarini ochib berib bo'lgan tekrarlash yozuvchining o'tgan betizganliklari ham poetikалық izlanimlarga e'tibor qaratildi. Sol sebepli ayni o'rinlarda kritikалық talqovlardan beri poetikалық o'zgachaliklar tushuntirib ustun bo'lib qolgan. Biroq ustozimizning atab o'tgan ko'rkam sharmadagi ayrim kemchiliklarga de ilmiy ko'zqarashdan munosabat bildirib, zerikib analitikалық salmog'ini orttirish mumkin edi. Shu jarayondan bu fikr bo'luvdagi hisoblanadi ham keyingi monografiyalik muzda qaratamiz. Keyingi dissertatsiyaning 3-bo'limida Maxtumqulning poeziyasi misolida Garriyevning fikri keltirilgan atab o'tib, prozalik sharmaga azalgan taqdirlanmalar, sebep boshqa yozuvchilar ko'rsatuvchilarning misollar keltirib maqsadga muvofiq bo'layotganini bildiradi. Bu o'rinda Maxtumqul o'qituvchilarning murojaat etuvini tekrarlasak, janrlar oraliq solishtiruv emas, ko'rkam suratli qurollarning poetikалық tabiati ham estetikалық funksiyasini umuman adabiy forma sifatida ko'rsatuvni iborat etadi. Bunga qaramasdan opponentning prozalik sharmalar bilan solishtiruvda kuchaytirish haqidagi usunisini da ilmiy jihatdan tekrarladi. Keyingi usulda ulardan olinadi. Üçüncü usulumuzda dissertatsiyanın ayrim betlerinde siltemeler monomer qo'yilib, tirnoqcha qo'llanmagani sababli fikr avtori aniq ajratib turmayotganligi haqidagi sim urildi. Bu tekrarning texnikалық redaksiyалық xarakterdagi kemchilik bo'lib, tekst rasmiylashtiruv prosesida yuzaga kelgan. Qo'rg'onchilik dissertatsiya tekst qayta ko'rib chiqilib, ba'zi sitatalar ilmiy usul talablarida aniqlashtiriladi ham belgilardan to'ldiriladi. Keyingi 4-usulumizda ikkinchi qismning birinchi ham ikkinchi bo'limlari birlashtirilib, ularni umuman avtomatikasida berib maqsadga bu atalib o'tadi. Bu biroz do'stlarimiz haqiqatda da birinchi bo'lim ko'lam jag'idan kichikroq. Biroq biz portret ham xarakter masalalarini o'z oldidan bo'lim sifatida ajratuvda ilmiy metodikalik jihatdan maqsadga muvofiq deb topadi. Sebebi yumorlik portret o'rituvining xarakter o'rituvi bir-biriga yaqin bo'lsa-da, poetikалық funksiyalar ham suratli usullar jag'idan farqlanadi. Portret tekrardan qahramonning sirtqi ko'rinishida ham individual belgilarni qo'llantirsa,
характер жарату ішкі дүниясы, рухи халаттаған социалдық мәтін ашуға қызмет етеді. Сол себепті оларды тарихсыз бөлімдер түрінде талдау зерттеу концепциясына сәйкес деп қаралады. Соған қарамастан оппоненттің сәйкестік хақындағы пікірін іліми жақтан типарланған болып, кейінгі монографиялық жұмысымызда бөлімдердің көлеміне және де бір мәрте тоқталамыз. Да, екі сөз диссертацияның екінші арасында оппоненті кім? Орбаев, Орбаев. Ассалаумағалейкум. Құдиярова Рысқұлхан Қадырбаеваның Сайлау болып шығармаларында 2009 жасау шеберліктері темасындағы ғылыми бойынша философия докторы білімі дәрежесін алушы ұсынған диссертациясына арналған пікірін көрсетейік. Құдиярова Рысқұлхан Қадырбаеваның Сайлау жұмағұлов шығармаларында юмор образ жасау шеберліктері темасындағы диссертация жұмысы қазіргі дәуір әдебиет танымының ахметін ашқалалардың бірі тапсырылған болып, онда жазушы Сайлау Жұмағұлов үйретушілігінде юмор арқылы образ жаратудың өзіне тән ерекшеліктері теориялық жақтан зерттелген. Диссертация кірісу үш бап шумақ һәм пайдаланылған әдебиетінің тізімінен барады. Жұмыстың кірісу бөлімінде зерттеудің актуалдығы, мақсат һәм вазифалары белгіленіп, зерттеу объекті предметі анықталды. Диссертацияның бірінші бабы қарақалпақ әдебиет танымында юмордың зерттелуі һәм теориялық сипаттамасы деп аталып, ол бап өз кезегінде үш бөлімге бөлініп үйренілген. Баптың бірінші бөлімі юморлық суреттеудің теориялық сипаттамасы деп аталып, онда сөз етіп жатырған мәселе бойынша орыс, өзбек, қазақ әдебиеттануындағы дінбазлардың ниеттеріндегі ілми теориялық пікірлерге сүйеніп, юмордың зерттелуі һәм оның теориялық мәселелерін сөйледі. Бірінші баптың фольклорлық юмордың жазба әдебиеттағы стилизациясы деп аталған екінші бөлімінде фольклор һәм жазба әдебиет мәселелерінің орыс, өзбек, қазақ тағы басқа халықтардың әдебиеттану ілімінде зерттелуі, фольклор менен әдебиеттің өзара тәсірін һәм байланысын зерттеу, белгілі сөз шеберлерінің фольклорға болған үйретушілік қатынасын анықтау, жазба әдеби һәм фольклорлық дәстүрлерінің синтезі мәселесі үйренілді. Диссертант фольклор менен жазба әдебиеттің байланысы, біріне тәсірі, әрқилы жолдар менен әмелге асырылатынын айтып өтеді. Сайлаубай Жұмағұловтың юморлық шығармаларында әрқилы көркем суреттеу құралдары, фольклорлық образлар, фольклорлық мәселелер, көшпелі образлардың шебер пайдаланғандығын үйренеді. Бірінші баптың қарақалпақ әдебиет танымында юмордың зерттелуі деп аталған үшінші бөлімінде юмордың қарақалпақ әдебиет тану ілімінде аз зерттелінген мәселе екендігі, Нәжімдау Қараевтың, Марат Нұрмұхамедовтың, Жаңағай Нарымбетовтың, Әділбай Қожықбаевтың, Елеусов Пахраддиновтың еңбегінде юмор сатиралық шығармалар бойынша зерттеулер бар екендігін һәм оларға өзінің жеке пікірі һәм көзқарастарын білдіреді. Сайлау Жұмағұлов шығармаларында юморлық образлардың жаратылуы деп аталған екінші баптың жазушы прозасында юморлық портретттердің жасалу ерекшелігі деп аталған бірінші бөлімінде Сайлаубай Жұмағұлов шығармаларында қаһарман образдарының жасалуында портреттік суреттеулері һәм символдық суреттеулерге таратқанлығын, жазушының Қассап, Қамарбековка, сонан Игорь орынбасар Сайлау, қызбенен танысу, ажыраған үйленді, ема шығармаларының халыққа тарту арқылы портреттік суреттеулер жәрдемінде қаһармандардың сыртқы көрінісі менен ішкі дүниесін, әсіресе ой өрісі менен адамгершілік қасиеттерді өз бойына қоса сіңгенін суреттеуде портреттік детальдардан шеберлікпен пайдаланғандығын айтып өтеді. Һәм шеберлікпен жаратылған портреттер әдебиетта өз орнына ие болады деген жұмаққа келеді. Екінші баптың юморлық характер жарату жазушының шеберлігі деп аталған екінші бөлімінде Сайлаубай Жұмағұловтың сырымда, шынымда ақыл топламына кірген юморлық көрінімдерінде характер жарату мәселесіне диққат қаратады. Диссертант бұл бөлімінде Сайлаубай Жұмағұловтың қаһарман характерін жаратудағы қырларын ашып беруге әрекет етті. Сондай-ақ характер жаратуда конфликттің рөлін суреттеу арқылы да жазушының қолға кіріскен жетістіктерін шығармалардан мысал келтіру арқылы дәлелдеп берген. Екінші баптың жазушы көрінмелерінде әрқилы кәсіптегі адамның юморлық образы деп аталған үшінші бөлімінде
Сайлаубай Жұмағұловтың шығармаларында көбінесе басылық образы әдеуір жоғары көркемдікте үйретілгендігін зерттейді. Зерттеуші жазушының менің аяқ жазушы юморлық көркемдер топтамына кірген хат, анқорлық, монтердің монологы, мәжілістен соң тізім, жоқ болып кеткен мекеме, һәм тағысы көркемдердің халқына тарту арқылы әртүрлі кәсіп иелерінің образларын юморлық пландарға беру арқылы жәмиетімізде жасатылған намыссыз құбылыстарды ашып бергенін сөз етеді. Екінші баптың жазушы прозасында юморлық образлардың бірінші бетте жаратылуы деп алған 4-ші бөлімінде Сайлаубай Жұмағұловтың шығармаларында қаһармандардың бірінші беттен сөйлеуі, яғни монолог арқылы юморлық образлардың жасалуы хақында пікір жүргізеді. Диссертант жазушының орынбасар сайлау, ем, ажаған үйленді, өкпелесіп қалдық, түсінік хат сияқты шығармаларын талдау арқылы жазушы көркем образды бірінші беттен жасау ұсуларын анықтауға әрекет еткен. Сайлаубай Жұмағұловтың юморлық прозасында көркемдік ізденістер деп аталған 3-ші баптың жазушы прозасында сюжет көркемдігі деп аталған 1-ші бөлімінде Сайлаубай Жұмағұлов шығармаларының сюжеті һәм элементтерінің қолдану өзгешеліктерін үйренеді. Диссертант жазушының балалығынан бір елес, ажаған үйленді повестерін талқыға тартады. Бірақ диссертант бұл шығармада сюжет арқылы сөз еткенде көбірек повестердің идеялық мазмұнына барады. 3-ші баптың жазушы прозасында композициялық ізденістер деп аталған 2-ші бөлімінде зерттеуші Сайлаубай Жұмағұловтың шығармаларының композициясына диққат аударады. Мәселен, әдебиеттану бөлімінде композиция hakkında рус әдебиетінен Толстой, Тимофеев, өзбек әдебиетінен Азат Сұлтан, Умаров, Қарақалпақ әдебиетінен Камал Мәмбет, Құрманбай Жарымбетовтер, Нұржахан Бақбек, Ешмаровтың пікірлеріне өз мінәсібетін білдіреді. Сайлаубай Жұмағұловтың дөректерін талдау арқылы өзінің іліми теориялық пікірлерін бекемдейді. Жазушының шығармада атама қоюдағы өзінің тән өзгешеліктерін композициялық бітті түзудегі шеберлігі деп сақтайды. 3-ші баптың жазушы прозадағы көркемдік құралдардың қолдануы деп аталған 3-ші бөлімінде Сайлаубай Жұмағұлов ілгішілігіндегі трофлар, метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, литота һәм тағы басқалардың оның өзгешеліктері hakkında сөз етеді. Һәм қысқа арқылы жазушының юморлық образларды жарату шеберлігі үйреніледі. Диссертация жұмысының соңында жұмбақ жасалған, пайдаланылған жүйелердің біріне берілген. Жұмыстың жетістіктері сипатында төмендегілерді атап көрсетуге болады. Бұл зерттеу жұмысының ахметінің соңында зерттеуші жазушының көркем шеберлігін әсіресе юморлық образлар арқылы жәмиеттік тұрмыстағы социалдық рухани машықтауларды сәулелендіру үшін талқылайды. Диссертация жазушы шығармаларындағы характер жарату принциптері, күлкінің табиғаты, колоритм, образдылық мәселелері системалы түрде сәулелендірілген. Зерттеудің ілми жаңалығынан бірі Сайлаубай Жұмағұлов шығармаларында юморлық ой жаратуын теориялық фикрлары бірінші мәрте системалы түрде зерттелген. Юмордың құралдары ирония, гротеск, қалқып күлкі элементтерінің көркем функциясы ашып берілген. Жоғарыда көрсетіп өтілген жетістіктермен бірқатар айрым жетістіктердің дәлелі болған орынларды қарастырады. Бұл бойынша өзінің төмендегі пікір һәм ұсыныстарын жеткізеді. Бірінші, диссертацияның бірінші бабында 2-ші бөлім Павловның юмордың жазба әдебиеттің стилизациясы һәм 3-ші Қарақалпақ әдебиеттануында юмордың зерттеуінің бөлімдерінің орны алмас сөздердегі бар деп сезіледі. Себебі бас теориялық мәселелерге бағышталған үшін 3-ші бөлімде зерттеумен олардағы теориялық түрлі басымдап алынады. Ал 2-ші бөлімдегі мазмұнда теориядан гөрі әмели мәселелер көзделген. Солай еткенде логикалық үлгілері тура келеді. 2-ші 20-шы ғасырдың 80-ші жылдардағы Қарақалпақ әдебиетінде юмор һәм сатиралық шығармалар бөлімінде өз соқтауына ие болған жазушылар Оразбай Абдрахманов, Кеңесбай Рахманов, Мұратбай Низамов һәм басқалар юмор сатиралық шығармалар өтуде белсенділік көрсетті. Сайлаубай Жұмағұловтың шеберлігін, бүгін шертістігін ашып беруде жоғарыдағы жазушылармен салыстырмалы түрде үйренгенде жұмыстың соңғы елі де артқан болар еді. 3-ші 2-ші баптың жазушы прозасында юмор образларының бірінші бетте жаратылуы деп аталған 4-ші бөлімнің атамасын жазушы прозасында юмор образларының монолог арқылы жаратылуды алып зәрді етеді. Жоғарыда айтылған пікірлер жұмыстың ілімі сатына тәсір көрсетпейді. Ал оның және де жетістігіне қызмет етеді деген пікірдеміз. Жұмақларында Әжінияз атындағы педагогикалық институтының екінші ізденушісі Құдиярова Арсұлтан Қадырбаевнан
10.12 Karabağ degan Xangeli bo'yicha saylov Jumagul chiqarmalarida human obraz jashash temasida filologiya bo'yicha filosofiya doktori darajasini olish uchun sunilgan dissertatsiya жұмысы filologiya bo'yicha filosofiya doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. Rahmet. Endi ikkinchi rasmiyatning bildirgan fikrlarini munosabat bildirish uchun dissertatsiya marhamat. Bizim dissertatsiya uchun haqda baho xususan fikrlarini bildirgan rasmiy agentlikka o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Usullarga javobim 3-bölümde yumorni zerikeni tarihi ham teoriyalik fikrlar ko'proq qamrab olingan, biroq biz bölümni sistemalarda zerikeu logikasini teoriyadan praktikaga qaraymiz, al umuman teoriyalik masalalarda algorithmik masalalarga ko'rsatishlarni qaraydigan prinsipni chiqarib oldik. Biroq aponimimizning fikrlarini o'rinli deb hisoblaymiz. Keyingi monografiyalik жұмысымызda hisobga olamiz. Екінші ұсыныс. Диссертацияда айрым орындар басқа жазушылар өтініштеріне қысқаша мұнасабат білдірілді. Бірақ зерттеудің тикарны объекті тек мағлұматтың юморлық образ жарату шеберлігі болғандықтан салыстырмалы талдаулар шектелген көлемде берілді. Кейінгі ұғымымыз бұл бөлімде тек қана монолог емес, ал бірінші беттен баяндаудың басқа да формалары, яғни персонаждың атынан төлдегі ішкі психологиялық құрманыстары, субъектив баяндау ұсуларынан бірінші беті көркем баяндау системасы ұлыма түрде қаралған. Сондықтан да қазіргі атама бөлім мазмұнына кеңірек сәйкес келеді деп хисаплаймыз. Аппонентіміздің берген айтқан ұсыныстарына Hürmetli Remittance azlarım katılışçılar, rasmi yapmanızda bunların aytkan demek institutlarını cevaplarını естіп, hatta dissertasyonun yeni rasmi yapmanın çözümüne gitmesi. Marhamat, kimde kadar kırılır? Marhamat, refleksiyonu bir şey var. Assalomu alaykum. Religious pastor lahzaları hakkında da Karabağ Adiyet Aleminde katlaşıp reformaslarları ve küçük yazışlarının şibelikle saçmalığını sapılanı. Skozası da yapılsa kudiyar varlık bulur. İstese şunu saklanmalar. Şimdi var stratejik sistemci 90'lıklar var. Hem şeylerin şahsının basında var. Birlikte hem Karabağ Kozası'nda, dramaturgiyasında, Özün burada var falandan Janşı dramaturg bu saygı Jumagul sapılanı. Ve son ölçüsülarda bir dissertasyon жұмысы бірнеше үлкен жаңалықтар болып кетті. Келешекте темалар актуалдылығы белгіленген. Темадағы тек арматикалар досы ашық болсын. Әсіресе діни жаңалықтарында көп қана көзге таралған мәселелер бар. Диссертациямен авторлардың таныстым. Диссертация жұмысының толық қамтылып көріп тіпті сол үшін диссертациядағы бойынша айтылған ұсыныстарды әлбетте келешектегі жұмыстарын ямаса монография шамаларда басып қалса мақұл болады. Біз жоғарыда екі ресми түрде өз пікірлерімізді дұрыс ашық түрде баяндап берді. Мені бұл қолдап қоймаймын. Әлбетте сіздің жұмысыңызда үлкен жауаптар бар екендігін біз білдік. Сізге филология ілімдері бойынша философия докторы дәріс алуға лайық деп санаймыз. Рахмет. Marhamat, yeterlidir var. Zikir var, marhamat zikir var. Profesör zikir var. Kudiyar Aslıhan'ın жұмысы атап өткеніндей өзінің баянатында да көріп өтті. Ресми оппоненттері де сөйледі. Өздерінің жұмыс бойынша жетістіктері һәм айрымды ұсыныстарын білдіріп өтті. Haqiqatында да әрбір жазушының шығармаларының белгілі бір дәрежедегі көркемдік өзгешелігі, шеберлік мәселелері
soңғы уақыттары қатқан шетте қалып жатыр деді. Әсіресе Сайлаубай Жұмағұлов Қарақалпақ әдебиетында юмор сатираны рауажландырған, комедия жанрын әсіресе сатиралық һәм юмор жанрды рауажландырған сөз шебері. Бұл арнаулы түрде зерттеліп тұрған еді. Соның Ыслыханның жұмысында Сайлаубай Жұмағұловтың осы дәрегі алып көрсетілген. Бағанада сұраулар беріліп жатты. Сатиралық образлар, юмор образлар қайсысы басым, сатиралық образларды өз алдына, юмор образлар өз алдына ішінде қарастырылды ма деген олардың себебі юмор бар жерде сатира болады. Сатира бар жерде юмор болады. Араласыған келеді өз алдына да әрбір көрінімде, повестілерінің ішінде ащы сынға алып, жеңіл күлкіменен, сарказмменен, ирониямен берген қатарлардың бәрін диссертант аңлаған, өзінің диссертациялық жұмысында юморлық әдетіне көбірек ітібар берген. Дегенмен мен бір айрым ұсыныстарымды білдіріп өтпекшімен, жұмыстың темасы һәм көркемдерінің повесть һәм драмалық шығармаларындағы юмор махаратта шеберлік. Бірақ мен ойлар едім, ертең монография даярлады бола ма, бір бөлімін драмалық шығармаларындағы комедия, юморлық образларға құрап кетсе, себебі юмор драмалық шығармалары әз болып қалғандай. Тек бір жерінде, бір бөлімінде айтып кеткен екен, белгілі мысалға диссертацияда барша юмористік характер яратыш махараты деген бөлімінде драмалық шығармаларындағы характер жарату ұсулар ақында айтып кеткен екен. Бірақ және предметінде де, еш болмаса мына диссертацияның предметінде күйеуімді беріп тұр, экстрасенс деген ажайып шығармалар бар, драмалық шығармалар. Ол өз уақытында Қарақалпақ драматургиясынан, сахнасынан атылап өтіп, Өзбекстан, Қырғызстан, басқа жақтарда да қойылды. Осыларға бір хат беріп, бір абзац жағына предметтің ішінде, бір бөлімнің ішінде үйлендіргенде, осыларды жақсы болар еді, терең естері кетті. Және бір ұсынысым, пайдаланған әдебиатлар, сыйлық берген уақыттары өзінің несінде оригиналында берген жақсы болар еді. Бағанағы диссертацияда да сондай ұштасты. Мысалға, Кожакеев деген бар ма? Қазақ сатирасы дегенде, ол қазақша жазбаған шығар. Қазақ сатирасы қазақша. Және Абдуқаппар А деген Науаи сатирасы дегенде, Науаи сатирасы деген шығар. Соны Науаи. Ол қарақалпақша болып кеткен да. Еш болмаса осындай нәрселерге ітібар беру керек. Диссертацияда қарақалпақша бола беруі мүмкін. Бірақ рефератта осы нәрселерге басқа диссертанттар келешекте әрбір диссертанттар өзінің несіне ітібар берсе, пайдаланған әдебиетларына, болмаса ссылка берген десек аталатағанда, болмаса бағанада айтып өтті, айырмақлары кәпішкі қойылмайды, кімнің пікір екенін білмей қалады. Осындай техникалық қателер кетуі мүмкін, соларға да ітібар берсе. Бірақ диссертанттың бұл кемшіліктері өзінің диссертациялық жұмысының сапасына құнына әсер етпейді. Бұл техникалық қателерді есептаймыз. Келешекте монография даярлауда есепталады деген пікірдеміз. Һәм өзінің автореферат һәм диссертацияда диссертациялық жұмысқа жауап береді. Шығарған мақалалары да өзінің темасы атырапында. Соның үшін де мен Ыслыхан Диярованың жұмысын қуаттаймын һәм ilmiy kengеш a'zolarini da'vosi berishni chaqiraman. Rahmet. Şimdi double var. Assalamu alaikum. Aslında bağları. Bu adetinde humorist yazmışlar. Üniversiteye kazandı Müslümanlığı. Sайлаубай Жұмағұлов болса, бұнан Сайлаубай Жұмағұловтың зиялы шығармалары өз уақытында әзірленген шектелі жәнібекте жазатын айрым маңызды реттерді ашылуға, жәнібекте жазатын адамдардың жазатын маңызды белгілерді ақтасауға һәм тәрбиелауға қажетті уәделердің шығармаларын сақтаған. Сондықтан да көзқарас алып айтып жатсақ, бүгінгі
Nursultan Yarvan'ın sunum konularından жұмысы әдебиеті толық алған семинарда да айтқанмын. Сондықтан жаңа екі аппетитан рәсми аталған жақсылап оқыған тәртіптереу диссертанттың жетістіктері һәм айырмашылық ұсыныстарын келтіріп өтті. Енді сол білдірілген көп ұсыныстар келешекте сол диссертант ретінде алсам, олардың жұмыстарына алса, сондай-ақ жаңағы айтқандай басқа да диссертанттар сақталса, бізде жақсы олай сақтайды. Бұл уақытта сол диссертант ұстаған түрлерін сол формалда сөйлесіп оларға қошақпын. Yeni çok söyleyecek ama oraya Türkiye yedi böyle ülkenin azaları hükümet katılımcılar bunu aslan diğerlerin sayılaşmalı boyunca yumurluk yaşamlar obrazlar seviyesi yumurluk obraz savunmaları hakkında arkadaşlar жұмысын көріп өттік. Енді шынында да бір өзі қазақ әдебиетінде әдебиеттану ілімінде бағасын алмай келе жазушылар бар еді. Солардың бірі Сайлаубай Жұмағұлов еді. Расында да Сайлаубай Жұмағұловтың шығармалары сол қашан ешбір неге диссертация объект басында алынбаған. Жұмыс бойынша мен ойлаймын, бұл кемшіліктің орны толтырылды. Hem Sайлаубай Жұмағұловтың шығармалары burada диссертация объект болуға өте жарайды деп ойлаймын. Hem sonuçta ilmi басшы дұрыс бағдар берген, дұрыс тематалардан бұл жерде жұмыстың актуалдығына ешқандай шүбә келтірмейді. Онда міне кәдімгі рәсми оппоненттердің білдірген пікірлері бойынша мақұлдау жүргізді. Рахмет. Өздерінің халық пікірлерін білдірген барлық рәсми оппоненттерге өзіміздің тәсілімізді білдіреміз. Burada айтып өткендей, Сердахан айтқан айрым пікір ұсыныстарына өзінің сол диссертация жұмысында семинардан кейін азғантай болса да өзінің драмалық шығармалар бойынша не істеп едім. Экстрасенс деген шығармалар бойынша олардың зерттеп, мәселен солардың Қырғызстан Республикасында, Түркменстанда, сонымен бірге Өзбекстанның көбірек уәлаятларында сол сахнада қойылғаны бойынша һәм сонымен бірге Түркменстан Республикасында бірнеше газет һәм журналдар сол экстрасенс бойынша өздерінің сол әдебиетшілердің берген пікірлерін сол мақалаларын көріп ұсынысқа қосқанбыз. Сонымен бірге ұсыныстарды жасап алғанбыз һәм келесі монографиялық жұмысымызда Рахмет. Енді додалауды жұмыстар. Енді бағалау басқаша olacak. Бағалау үшін әлбетте есептеу комиссиясының жауабын керек. Бұның үшін әлбетте 3 адам құрамында түссек, һәм есептеу комиссиясы ағзалығына Юсупов профессор Бабажанов һәм профессор Қарныбаеваны ұсынсақ. Бір дауыс беруге. Rahmet, karşı bir merhamet. İstanbul Komisyonu Azları. Kimsiniz arkadaşlar? Burada Malakat Anar bir davuz verirse, nanimeye verirsen burada davuz verir. Rahmet. Burada davuz verir. Malakat
Amrafa. Daha sonra görüşürüz. Evet. Hasta olmaydım, elimiz varsa geliyor. Hem isya, oluşursa orada diğer ama sınırlar, artık o sahipler, hadi vayıfların boyunca belki o ücreti anıza katlaştı ve sonuç şu olaylardan katlaştı. Paralarını 100% olaylardan böyle sonucu 100% ülkede bize paylaştı. Burada bir Yusuf'un işçisinin protokolları bir taşır var üniversitede. Daha karşı bir taraf yok. Rahmet. Hürmetli. Elbette sanatlar gibi bir mesele kaldıkça bu konularımızda himaklav konularımızda arkadaşlar şeffaf oyuncu kımya kadar fikir var. Açıklansın degen kiyas ağızlarında az görünsün. Daha karşı bir taraf yok. Yerinde ne diğer ve ıslahan Kadirbay'ın jahlar şuumunu tavsiyeler şuumunu bir zavuz alımını tutayımız bunun bir başlığı tutayımız tam gelişim müsaadenizin tavsiyeleri tam Cumhurbaşkanı uçtuğunda diğer var. Bakalım. Boyunca filosofya doktora Turan Bayburtay bарлық кеңес ағзаларына тексіз медитацияларда білдіремін. Сонымен бірге Ажназовтағы мұсылман педагог институты жамаатіне сондай-ақ кафедра ағзаларына барлық жерде қатынасып отырған ағзаларына өзімнің тексіз медитацияларда білдіремін. Алдағы жиналыста тасын тапсырып Так, onda mı Şunun bu remix'e koyulması koyulan hükümet dediğim mesele karar çıkıldı. Hem mevcut